Математиканы қайта-қайта не үшін оқи береміз? Олар бізге көп нәрсе үйретті ғой. Енді тағы несін үйретпекші? Жұмысқа қолдану үшін тағы үйретпекші. Аналитика, бухгалтер, сосын мәлімет өңдейтін маман. Жақсы, онда сен маған мынаны айтшы. Жефлбургерде жұмыс істейтін жұмыскерге 77 қосылған тең 100 болатыны қалай көмектеседі? Сосын бізге пиның құны не үшін қажет? Ол не, пицца ма? Ойлап қараш. Егер де клиент 77 бургер, 33 картофель иесіне тапсырыс берсе, онда қанша зат жасау керек болады? Құны қанша шығатынын айтпай қояйын. Жарайды, бірақ та кім соншама көп алады? Есіңде ме? Әкемізбен сол жерге барған кезімізді. Айтпақшы, 77 қосылған 33 100-ге тең емес. Не? 70, 80, 90... Айтсаң болды, данышпан. Семен ханым әлі жоқ. Ол кешікпеуші еді ғой. Сонда бір рет болса да болу керек. Сабақ болмайтын тәрізді. Барлықтарыңа сәлем. Кешіккенім үшін кешірім сұраймын. Жаңа мектепте сәл адасып қалыппын. Олай болса, отырыңдар. Қазір біз ең күшті пәнімізді бастайтын боламыз. Ол пәннің аты... Кешіріңіз мырза, сіз басқа сыныпқа кіріп кеткен тәріздесіз. Шын ба? Мынау Семен ханымның сыныбы емес пе? Дәл өзі? Олай болса, мен дұрыс сыныпқа кіріппін. Сабақта бастамас бұрын, ең алдымен өзімді таныстыруым қажетпін. Менің атым профессор Балтимор. Мені профессор Балды деп атасаңдар болады. Бүгін мен сендерді ауыстырамын. Семен ханым бүгін жоқ. Себебі ол және де басқа мұғалімдер сендерден мезі болды. Сондықтан маған және әріптестеріме ауыстыра тұрыңдаршы деп өтініш сұрады. Оның есімі қайдан шыққанын білем. Оның басы Маракойға ұқсайды. Және де өзі бір түрлі сияқты. Ол сондай... Қарапайым? Иә. Гамбл, Дарвин, сендерді естіп тұрмын. Кешіріңіз, біз сіз туралы әзіл айтып жатқанбыз. Білесің бе, бәрі жақсы. Сендер тыныштықты сақтауларың қажетсіңдер. Себебі сендердің сүйікті пәндеріңнің уақыты келіп жетті. Математика. Бүгін біздің қарайтынымыз алгебра. Математика. Кез келген тақырып одан қызықты. Гамбл, орныңа қайттан отыршы. Отырмас бұрын менде қоятын сұрақтар бар. Біріншіден, неге шынтағыңыздың түсі басқаша? Екіншіден, сізге сызғыш не үшін? Сіз қолыңызбен де көрсетсеңіз де болады ғой. Тыңдаш, егер де жақсылықты көргің келсе, сосын менің шыдамымды таусылмасын десең, онда орныңа отыр да жұмысымды жасауға мүмкіндік бер. Үшіншіден, неге сізді тақыр бас дейді? Егер де басыңызда бір тал шаш болса, мен сізді... Мен саған отыр да тыңда дедім! Гамбл? Уайымдамаңыз мырза, онда қорыққан кезде бұнда болып тұрады. Мен оны лазаретке апарам. Мен бұндайды бұрындары көргенмін. Оның реакциясын қалпына келтірген жөн. Рахмет, дәрігер адам. Оғасы жоқ. Барлықтарыңа сау бол, ертең кездескенше. Гамбл Уотерсон, маған біраз уақытыңды қияласың ба? Иә, жақсы. Бізге сенің бағаң туралы сөйлесуіміз қажетпіз. 3-тен сәл жоғары? Бұл менің ең жоғарғы бағам ғой. Жоғарғы бағам? Гамбл, тыңдаш, саған үлкен көмек қажет сияқты. Көмек? Жоқ. Тоқта, айтып алайын. Көріп тұрғандай, сенде формуламен қиындық көп туады. Уайымдама, мен саған онымен көмектесем. Міне, мынаны ал. Бұл ыңғайлы, стилді математика кітабы. Мен оны өзім жасап шығардым. Бұл саған үлкен жетістіктерге жетуге көмектеседі. Иә, рахмет. Солай? Дәл солай. Маған математикадан төмен бағалар мүлдем ұнамайды. Менің сыныбымда ондайды жақтыртпайды. Сенің орнымда болсам, оқуға тырысушым. Өзің үшін. Ал, енді дайындал. Сен келешекте жоғары баға алатын боласың. Достым, неге тұмсақ? Ол анау мұғалім. Ол менің нәтижемді айтты. Менде 3-тен жоғары. 3-тен жоғары? Бұл сенің ең жоғарғы бағаң. Жарыс қандай жек көрсем де. Айттым ғой саған. Құттықтаудың орнына ол маған бұл жарамайды деді. Сосын мынау бір түрлі кітап берді. Кәне көрейш?
балди бөлімшенің оқу негіздері математикасы? Мынауың бір түрлі ғой, ештеңе оқи алмайсың. Бүкіл сандар ауысып араласқан. Фух, бұны оқымайтын себептерді іздейін десем. Достым, қара. Мұнда QR код бар. Кәне, сканерлеп не барын көрейік. Мынау не сайт? Мұнда қаншама қателер бар? Әлде басқа тілде жазылған? Анау сонда не нәрсе? Бұндай батырмалар перне тақтада жоқ. Онда бәрі жаман жазылған. Ол мұғалім ғой. Бұндай делюзиямен жазатын мұғалімді ешкім алмас. Делюзия? Иә, дисфазия. Дислексия шығар. Диарея, дислексия. Бәрібір емес пе? Онда оның қателері туралы түсініктеме хат жазайық. Достым, оған электронды хат түрінде жазсақ болады ғой. Иә, бірақ менің хатымда жытырлақтармен маркермен сызылған сөздер болады. Бұл анадан да күшті. Мынасы несі? Не? Менің дәптерлерім жоғалып кетіпті. Мектепте қалып қойған сияқты. Бүкіл конспектілерді мектепте қалдырғансың ба? Соны байқамағансың ба? Мүмкін мен бос болмай қалғанмын. Не болса да мен соларды алу үшін мектепке барам. Сен де қоса. Мен бара алмаймын. Неге? Бос емеспін. Немен? Тамақ ішумен дайындалам. Иә, көрдің бе? Ням. Жарайды, барам. Оу, сәлем. Қайтадан қош келдің бұл мектепке. Мынасы несі? Балди мырза, мұнда не істеп жүрсіз? Мен де сендерге сондай сұрақ қойғым кеп тұр. Біздің келген себеп. Бәрі дұрыс. Сендердің не үшін келгендеріңді білем. Дәптер алу үшін. Сіз қайдан? Мен білемін. Себебі сенің дәптеріңді анау сыныпта көргенмін. Оу, рахмет онда. Тоқта, әзірше жоқ. Ей, сен қайдан тап болдың? Бұл маңызды емес. Алайда, осы дәптерді алу үшін сендер 3 тапсырманы дұрыс орындауларың қажет. Соны орындаған сайын жүлде алып отырасыңдар. Жарайды. Міне, ұстап ал. Ау, Ей! Жақсы Гамбл, сапыр сақта. болды. Достым, не үшін? Не? Жақсы, Гамбл. Сен бәрін дұрыстап шығарған шығарсың. Балди мырза, бәрі дұрыс па? Аха, ол алжып кетті. Қаштық. Қуғанымыз эпик түрінде болсын десек, оның жылдамдығымен келу керек сияқты. Оны қалай істейміз? Менен қайтала. Әй дос, тағы бір сынып. Анда менің дәптерім жоқ па екен? Ей, ол осында екен. Балди мырза бізге осы заттарды біздің математикамызды жақсарту үшін қойған тәрізді. Вау, қызықты екен. Жарайды, өзім ақ бұны қатырам. Жақсы, 4-5. Не? Мен математиканы үйреніп атырық десек, ежелгі мандаринға көшіппіз ғой. Енді не істейміз? Ол жақындап барады. Амачон, кеттік. Бұл жерден шығу қажет. Дәлізде жүгіруге болмайды. Не? 15 секунд. Сол үшін жазаланасың. Білетінің 1-9, білмейтінің 99. Мынау соншама кім? Бәлкім Балди мырза айтып жүрген әріптестердің біреуі шығар. Ал егер жүгіруге болмаса, онда біз қалай? Ұсталдыңдар. Кешір. Ал сен кімсің? Маған құнды затынан бер. Менде саған деген жынды затым бар. Ол кеңес. Денеңді жаттықтырш. Ол жаққа ұзақ барма. Денеңді шынықтырып, мысал айтқанда 1 сағаттай ғана. Не болса да, біз кеттік. Не? Затың жоқ па? Жоқ болса өтетін жол жоқ. О, не деп қоясың сен маған? Айтсаң болды. Сен не істеп жатсың?
жатырсың? Басқа жаққа бара жатырмын. Енді не істе? Гамбл, үйге қайта салайықшы. Дәптерлеріміз ше? Ертең келеміз де ала саламыз. Жоқ. Біз қазір берілмейміз. Қайдағы бір жоқ, бір тал шашты таяқтарға ұқсайтын, артымыздан қуып не істегісі келетін қолында сызғышы бар мұғалім біздің мақсаттарымызға еш кедергі келтірмеуі қажет. Исаак Ньютон президентіміз ақ үйге өзге ғаламшарлық гориллалар шабуылына түскенде не істеп еді? Ол берілмеді. Онда неге біз берілеміз? Кәне аға дос балық, жартылай суға көшкен досым, өз жұмысымызды толық атқарайық. Сен сөйтіп айтқан себебің ертең сенбі, ал сен ол күні барғың келмейді. Әрине солай. Сенбі күні мектеп тура душтағы көңіл кеш, екеу бір-біріне келмейді. Кеттік, басқасын табай қонда. Дәптерлеріміз қанша? Екеу, тағы да бесеу қажет. Екіге бөлінейік те жан-жақты іздейік. Солай тез болады. Қане? Қызық, осы дәптерге ол не жазады? Оу, өзім де ойлағам. Сен кімсің? Қане ойнайық. Ойнайық? Кешір, ойнайтын уақытым жоқ. Қане бастайық. Секірт пе? Оу. Өтпей қалдым. Қайтадан басынан бастап көрейік. Қане бастайық. О, сәлем. Ой, кешірші, кету керекпін. Робот, тоқта! Артқа кет, көкем! Ей, сен, маған қара. Ой, Бинс, не үшін біз сені ұстап тұрғанымызды енді ұққан шығарсың? Кешіріңізші. Өтпей қалдым. Қайтадан басынан бастап көрейік. Кетш. Бұл іс мені қатты ренжітеді. Оу, бұл іс мені қатты ренжітеді. Өтпей қалды, ұқтың ба? Ал енді мені кешір, кетуім қажет. Сен мұнда не істеп жүрсің? Сабақ бітті ғой. Тоқта, менің айтайын дегенім ол емес. Ойнағың келе ме? Кәне, ойнайық. 1, 2... Сыпыруға уақыт келді. Сыпырғанды жақсы көремін. Сыпырғанды жақсы көремін. Сәлем, достым. Қанша дәптер тауып алдың? Мен 3. Ал сен? Біреу? Сенің көмегің керек емес екен ғой. Хей, анда соңғысы. Балди мырза ұстап алмағанша дейін алып келейін. Мен болдым. Не? Мен айттым, соңғы дәптерді алдым деп. Енді қаштық. Құттықтаймын. Сендер 7 дәптердің жиынтығын таптыңдар. Енді сендердің қалған жұмыстарың мектептен қашасаңдар, қашуларың керек. Шоу, ана жақты. Кәне, бол тез, бізді шығарыңдар. Нан алды, кет бар. О, алма? Маған ба? Ауреленбесендер болар еді. Рахмет. Бұл тәтті болды. Сонымен, не істеп едік? Я, сабақпен жазалайтын уақыттарың келді. Егерде есеп шығарудан қиындық туындап жатса, онда саусақтарыңмен санаңдар. Сол күшті көмектеседі. Немесе қағазбен қарындаш алып, сызықтар қойып, есептеуге де болады. Калькулятор қолдансаңдар да болады, өз мектебінде болмаса да. Болды ма? Не болып қалды? Бар айтарым, осы болды. Онда не үшін біздің артымыздан бүкіл мектеп бойы қудыңыз?
Мен сендермен тығылыспақ ойнап жатырмыз деп ойладым. Иә, дәптердің үшінші сұрағын айтсақ, ол сонда не нәрсе? Сенің айтқаның мынау? Бөлінген, көбейтілген. Бұл жеңіл ғой. Бұның дұрыс жауабы сонда. Жауабы маған керек емес. Ол не екенін сұрағанмын. Енді мен бұны былай түсіндіре алмаймын. Бұл Жарайды, маңызды емес, маған бәрібір. Жарайды, онда біз кеттік. Сау болыңыз. Сау болмаңыз. олай болса балалар, сау болыңдар. Жақын арада тағы да көрісерміз деп үміттенемін. Бұл неткен ғажап күндердің бірі болды. Сыпырғанды жақсы көремін. Хей, кереметсің, сен үшін осы әнді жаздым мен саған деп. Сенің кетеріңде мен есімде. Қызықты күндеріміз мектепте болған. Ойнағаның үшін рахмет, қайтып кел тағы да сен. Ұнады ма біздің шоумыз саған? Маған ұнады. Өкінішке орай кету керек, бірақ та тағы кездесерміз. Я